Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді салаттардың бірі фунчоза салатын жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауына басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қара кесек майы жоқ етімізді ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Пиязымызды да жіңішке етіп турап аламыз. Сарымсақтарымызды майдалап турап аламыз. Сәбіздерімізді осындай үккіштен барлығын өткізіп аламыз. Болгар бұрышымызды да жіңішке етіп барлығын турап аламыз. Менде осындай қызыл болгар бұрышы, сіздер сары, жасыл түрлерін қолдансаңыздар болады. Қиярларымыздың артық жерлерін алып тастап, барлығын осылай етіп кесеміз де, одан кейін жіңішке қылып барлығын кесіп аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, турап алған етімізді салып, алдымен майға қызартып қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, пиязымыз сары алтын түске енгенше қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзын салып, аздап су құйып, етіміз толық піскенше қақпағын жауып қуыратын боламыз. Етіміз пісуге аз қалған кезде сарымсақтарымызды салып, тағы да қақпағын жауып қуыратын боламыз. Фунчозаларымызды осылай ыдысқа салып, үстінен ыссы қайнаған суды құйып, қақпағын жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Бір ас қасық соевый соусымызды құйып, үстіне сәбізімізді және болгар бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырып, қатты отта 1-2 минут қуырып алатын боламыз. 10 минут уақытымыз өтті. Фунчозаларымызды ыссы судан шығарып алып, салқын суға шайып алатын боламыз. Фунчозамыздың үстіне қуырылған етімізді салып, оның үстіне қиярымызды және турап алған аскөк, яғни укропымызды салып, дәміне қарай тұзын саламыз да, мен осындай чим-чим приправасын пайдаландым. Фунчозаға арналған түрі. Приправамызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей фунчоза салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.